Қайырлы күн. Банан қосылған панкейк пісіру үшін ең алдымен бананымызды шанышқының көмегімен осылай жақсылап езіп аламыз. Езілген бананның үстіне жұмыртқа, қант салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Осы массаның үстіне бөлме температурасында сүтті қойып, бір араластырып алып, одан кейін ерітілген сары майымызды саламыз. Барлығын бір келкетіп араластырамыз. Одан кейін дайын тұрған қопсытқышымызбен ұнымызды араластырып, ситадан өткізіп, ақырындап жаймен саламыз. Араластыра отырып саламыз. Осылай ұнымыз бір келкі масса болғанша араластырамыз. Сұйық емес, қою емес массамыз дайын болу керек. Қызып тұрған табаға осылай бір ас қасықта немесе одан да үлкен көлемде құйсаңыздар болады. Орташа отта осылай екі жағын бірдей етіп пісіріп аламыз. Бірінші жағында пузыректер пайда болған кезінде екінші шетіне ауыстырамыз. Екінші жағы біріншісіне қарағанда тез піседі. Панкейктеріміз дайын. Өз қалауларыңызша таңғы асқа әсемдеп берсеңіздер болады. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.